Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге мен Супер Гигач. Біз бүгін сіздермен Clash of Clans'тан Let's Play'дің 3-ші бөлімін түсіретін боламыз. Мен Clash of Clans'тан видео түсірмегеніме 3 күн, жоқ, 2 апта, 3 күн емес, 2 апта болыпты. 2 аптада не өзгерді, достар? Мен 2 апта ішінде Хрустальный лигаға жеттім. 3-ші лигасына Хрустальныйдың, қателеспесем сол Хрустальный. Сосын мен мынаны көтердім, аталайды. Молнияны көтеріп тастадым. Сол өткен неде менде молния 3-ші уровенде тұрды. Мен соны көтердім. Және қабан көтерілді. Қабанды 4-ші уровенге көтердім. Валканы 2-ші уровенге көтердім. Және қазір ятты 1-ші уровеннен 2-ші уровенге қарай көтеріп жатырмын. Қазір менде Clash of Clans'тың 2 жерге де обзор жасаймын. Менде түнгі клашта менде ТХ5 Домстроитель 5-ші уровенде забор бар, және де мынадай мортира, двойной пушка, сосын дробильчик дегендердің бәрін көтеру керек әлі. Ендеше біз қазір атакаға кеттік. Мінекей бізге қарсылас болып мынадай база түсіпті. Енді біз бұл базаны алуға тырысамыз. Ең бірінші бізге алу үшін біріншіден луктың біреуін аламыз да былайына жібереміз. Лук неге отвлекаться етеді қазір? Осылайынан істейміз, осылайынан қойып тастап, нені алып тастаймыз, аталайды, атын ұмытқым. Соны алып тастаймыз, сосын барып дракончиктарды жайлап осы шет-шеттен алып дракончигімізді жібереміз. Мінекей ең мықты отвлекация ететін дракончиктерге не бар емес пе, осы жаңа алып тастағаным, сол ең мықты урон алады. Дракончиктерден ең мықты урон алатын сол. Мәссаған 65%-ке алдым. Бір жұлдыз алдым тек қана, достар. Дракончигім шыдамай қалды. Хей, достар, мен победа, достар, победа. Қарсыласымыз қалай атака жасағанын көреміз. Міндетті түрде көреміз. Менің базам. Қалай атака жасаған екен? Мына жақтан лук жіберген. 8 гигант, 6 гигант, 8-ші уровень. Сосын 12 лук алған екен. Бірінші базаның 3 несін тазалап алғаннан үшеуін. Сосын мына жақтан нені аталайды. Біздің геройымыздың тұратын жерін тазалаған. Геройын мына жақтан жіберген. Гигант екеуін, гигантты өлтіріп жатқан кезінде анжеке гигантский бомбаға түскен. Гигантский бомбадан гиганттардың хапасын кішкене алған екен тек қана. Мына жақта бомбаға түскен. Барлық ненің бәрін өзі алып батырына. Геройды бірақ өзін геройды өлтіріп тастады. Жылдам өлтіріп тастады. Мына жерде ұшып кетеді қазір. 2 гигант бірден ұшып кетті осы жерде. Ары қарай енді пушкалар бәрін өлтіріп тастаған екен. Осылай 55%-ке бір жұлдызға алған екен. Достар, бұл база маған несімен ұнады десеңіздер, бұл базада барлығы бір жерде орналасқан. Бірақ бұған мухалармен мына жағынан кірсе, забор жақтан кірсе, осы жағынан, онда домстроительді алып кетуіне шансы бар. Мухалар егер 10-ші уровень болатын болса, онда алып кетуге шанстары бар. Қанша минут қалды? 40 секунд қалды. Оған дейін кішкене бір не істей алайық. Мен таңғы клаштан бір атака ғана жасаймын. Түнгі клаштан атака жасап көрсетейін просто. Шпионитті басамыз. 6-ші уровень. Қалды. Атака өтетейік. Мінекей.
Ең бірінші мына екеуін алып тастаймыз. Екеуі мен мынаның несін алып тастаймыз. Сосын мына жағына жібереміз, мынаны да жібереміз. Ала алмай қалды. Мінекей бүйте өтірік жібере салайын. Мына жандарында несін алуға ұмытып кетіппін. Ну ладно, ештеңе етпейді. Бұл просто клан бойынша бір бала өзіміздің клан не жібереді, испытание, соған атака жасап жатыр. Ешқандай фарм емес, кәдімгі шынайы атака да емес, просто жай ғана не атака жасап жатыр. Сіздерге дракондардың мақтылығын көрсету үшін. Бірақ бұнда дракон ТХ6-ға 5 драконмен де кіріп кетуге болады, 3-ші уровень. Бірақ ТХ8-ден қазір көрсететін боламын. ТХ8-де қалай атака жасау керегін. Баса салайық королімізді. Дракондардың біреу өлмеген ғой. Достар, дракон бүткіл түрі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Біреу өлген екен тек қана. Біреу өлген сияқты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жақта 9. Біреу өлген екен. Бірінші мына дракондар жетеді. Мінекей мына дракондар кетеді. Бірінші кетіп жатқан 4-ші уровень ба, 5-ші уровень ба, сол дракон бастап бара жатыр. Бір атты барлығын ұттық мінекей. Осымен 3 жыл жоқ кеттік ТХ6 фулдан. Бірақ бұл жай ғана клан бойынша атака. Мінекей. Енді біздің дракон дайын болды. Бұнда не дайындалып жатыр? Заклинание бері дайын. Мен енді атакаға кетемін. ТХ8 іздейміз енді. ТХ8-ден енді фул базасын емес. Но болмайды. Маған фарм жағынан жақсы болса болды. Но болмайды. Ендеше іздей берейік. Мынау болмайды. Неге ұзақ ойланып жатыр? Міне достар, жақсы бір противник тапқан сияқтымын. Бетейік. Алмай қалды. Мына жағынан біреуін жібере салайық. Тең жарты хпсын алады тек қана. Қатып жатыр, неге екен? Мына жерден бүткілін жібереміз дракондан. Сосын мына жерден жібереміз. Сосын желательно мына жерден король жіберген дұрыс деп ойлаймын өзім. Мінекей барлығы. Драконына уже мына жақтағы не отвлекаться етіп жатыр драконға. Мына жақ екеуі де бірдей кірді. Атака етіп жатыр. Барлық дракондарым. Король варварды өліп қалма, король. Дракондарымды өліп қалмаса екен. О, бірінші ПВО-ны алып тастады. Жоқ, достар, бұл 3 жұлдыз болмайтын секілді. Королімізді басып жіберейік. Өйткені, достар, көріп тұрсыздар, дракондарымның барлығы бір ПВО-ны алды да, қалған ПВО қалып қойды орнында. Бұл 3 жұлдыз болмайды, менің ойымша. 1 жұлдыз алдым. Дом строительді алдым. 2 жұлдыз алсам алам, алмасам ол да жоқ. 2 жұлдыз алдым. 3 жұлдыздың иісі келмейді. Чөтті. 3 жұлдыз жоқ ол бізге. 3 жұлдыз жоқ. 3 жұлдыздың иісі келмейді. Мәссаған, мына жақта уже ПВО атып жатыр драконға.
драконның бір жаманы, олар мындай өздерімен өздері басқа жаққа кетеді. Қай жерге жіберсең де бәрі кететін жағы бір секілді. Бірақ жақсы жағы уроны мықты, хпсы көп. Сол арқылы кез келген база демей енді. Кез келген емес, енді кейбір базалары талқандап кетуге болады. ТХ9-да енді 4 молния мен ТХ8-дегі 3 нені алып кетуге шанс болады. Ал енді мұнда 3 дракон қалыпты. 3 дракон бір ПВО ұйықтатып тастайды енді. Дым істей алмайды ғой енді ары қарай. ПВОны алып тастау, басында алып тастау керек еді ПВОны. Негізі мына жердегі ПВО емес, мына ПВОны алып тастағанда сонда жақсы болып кететін еді. Енді 48 секундымыз қалды, күте тұрамыз. Осыдан кейін атака бітті. Маған не черный керек еді? Болды. Мен нормальный фарм жасадық. Бірақ черныйда азғантай. Осымен достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналға тіркеліп кетеміз. Сіздермен болған мен Супер Гигач. Сау болыңыз.